Сәлем, дәл қазір мен сіздің 15 минут уақытыңызды алатын боламын. Сізді 15 минут ешкімнің мазаламауын сұраймын. Ендеше сәттілік. Ақша медитациясына қош келдіңіз. Бүгін біз дәл қазіргі уақытта түп санамызбен не нәрсеге дайын, сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Бүгін біз өз өмірімізге қанша ақша кіргізе алуға дайын екенімізді түсінеміз. Біз ақша энергиясымен рахаттанып, ендеше практикаға кірісейік. Ыңғайлы жағдайда отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Қолдарыңызды, яғни алақандарыңызды жоғары қаратып, тізеңіздің үстіне қойыңыз. Мұрынмен терең тыныс алып, ауызбен демді шығарыңыз. Осылай тағы 2 рет. Тағы 1 рет. Ал енді жай ғана тыныс алыңыз. Бірақ әрбір тынысыңызды сезініңіз. Тағы 2 рет. Қазір сіз толық босансығаныңызға көз жеткізіңіз. Егер толық босансынбасаңыз, денеңізді босатуыңызды сұраймын. Өз денеңізді сканерлеңіз. Денеңіздің бір бөліктерінде қандай да блок бар ма? Әлде ауырсыну бар ма? Назарыңызды проблема тапқан бөлікке аударыңыз. Оған энергия беріңіз. Оған емдейтін жылулық жіберіңіз. Денеңіздің әр бөлігін босансытыңыз. Аяқтарыңызды босансытыңыз. Көзіңізбен аяғыңыздың саусақ ұштарынан сандарыңызға дейін қарап шығыңыз. Ішіңізді, кеудеңізді, иықтарыңызды, мойныңызды, жағыңызды, көздеріңізді, қастарыңызды, барлық жеріңізді босаңсытып шығыңыз. Қазір сіз толығымен босаңсытыңыз. Ал енді көз алдыңызда шар энергиясын елестетіңіз. Яғни әдемі, жарық, үлкен шар. Мүмкін ол кішкентай шығар. Ең бастысы сізге ұнауы қажет. Енді байқап қараңызшы, шардың ішінде қозғалыс бар ма? Бұл шар белсенді ме? Әлде бір орында тұр ма? Онымен танысыңыз. Оның соңынан бақылаңыз. Шарды зерттеңіз. Бұл шар сіздің ақша энергияңыз. Шар сізге қарай бағытталған және сізден қанша ақша суммасын қалайтыныңызды сұрап тұр. Сізге алғаш ойыңызға келген сумма бұл сіздің жауабыңыз. Бұл сіз қалайтын ақшаңыз. Сіздің денеңіз және түп санаңыз оны қабылдауға дайын. Сіз осы сумма ақшаны қалай сезіндіңіз? Өз эмоцияңызды бақылаңыз. Ал енді шар сізге тағы да сұрақ қойды. Бұл сумманы сіз қайда жұмсайсыз?
Тағы да басыңызға келген алғашқы ой бұл дұрыс жауап. Анализ жасамаймыз. Бұл дұрыс па, бұрыс па, ол туралы ойламаймыз. Алғаш басымызға келген ой бұл сіздің суммаңыз. Және жұмсауға қажетті де сол сумма. Сіз осы сумма ақшаны жұмсағанда не сезгеніңізді түсініңіз? Қуану, рахаттану, табысты болу сезімін сезіндіңіз бе? Өз эмоцияларыңызды бақылаңыз. Осы шардың сізге қарай баяу және жаймен қозғалып келе жатқанын елестетіңіз. Және де ол шар сіздің кеудеңіздің орта тұсына еніп, ішіңізге сіңіп кетті. Сіз осы шарсыз. Сіз өзіңіздің ақша энергияңызсыз. Бұл сумма сіздің ішіңізде программа болып жазылды. Сізде осы сумма ақшаны басқарып ұстай алатын барлық ресурстар мен мүмкіндіктер бар. Оны іске асыруға қажеттің бәрі сізде бар. Сіз ақшаға дайынсыз. Қазір ақшаны барлық сезім мүшелеріңізбен сезініп көріңіз. Сіз осы ақшаны алғанда өзіңізді қалай сезінесіз? Сіз қайда тұрсыз? Сіз тұрған жердің иісі қандай? Атмосферасы? Сіз дәл қазір не көріп тұрсыз? Немесе сіз қандай тағам жеп отырсыз? Мүмкін сіз бір сусын ішіп отырған боларсыз. Не істеп тұрсыз? Сіздің денеңіз не сезініп тұр? Осы сәтте өмір сүргеніңізді сезініңіз. Миға бірінші не келді? Анализ жасамаңыз. Бәрі де дұрыс. Практика аяқталды. Есіңізде сақтаңыз. Сіздің энергияңыз, сіздің ақша энергияңыз әрдайым сіздің ішіңізде. Сіздің қолыңыздан барлығы да келеді. Ойыңыздағы бар нәрсені жасау сіздің қолыңыздан келеді. Бүгін сізге келген ақша сіздің шын өміріңізге де келеді. Ол міндетті түрде орындалады. Сіз ол туралы ойласаңыз, сіз оны жасай аласыз. Өзіңіз үшін қуаныңыз. Өзіңізді дәл қазір бір құшақтаңыз. Әлемдегі ең қымбат адамды құшақтап тұрсыз. Сіз табыстысыз. Сізге ақша оңай келеді, және де адал, халал жолдармен. Өзіңізді одан да қатты құшақтап, дәл қазір күлімдеңіз. Сіз өз өміріңізде ақша алуға лайықтысыз. Сіз өз өміріңізге ақшаның келуіне дайынсыз. Дайын болған кезде жаймен көзіңізді ашсаңыз болады. Мен сізге осы практика үшін алғыс айтамын. Дами беріңіз, өсе беріңіз, бай және қуатты болып, аман, есен жүре беріңіз. Медитация ұнаса, YouTube парақшама жазылып, лайк басып кетуді және де пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Болашақта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісіп, каналыма салып отырамын. Сау болыңыз.